Адуынды ене, азап шеккен келін тағдыры. Осыдан 3 жыл бұрын жүрегім қалаған жанға тұрмыс құрдым. Тойымыз Алматының төрінде ойдағыдай өтті. Мен өзім үйдің тұңғышымын, жолдасым да 2 ұлдың үлкені. Ата-енем бәріміз бірге тұрып жаттық. Енем жұмыс істемейді. Ол барлық ғұмырын отбасына арнаған жан. Біз үшін ол бақытты күндер еді. Күндер өте енем ұлын қызғана бастады. Жолдасым жұмыстан келсе бөлмесіне шақырып алып, балам сен қатын алғалы бері жұлдыз ауруына шалдықтың. Мені тіптен елемейсің. Қатының болса болды деген сөздерді жиі айтатынды шығарды. Ержанға ұрысқан сайын мен жылаймын. Жолдасым да мен де алған жалақымыздың бір сомын жаратпай сол кісіге береміз. Енемнің рұқсатынсыз ештеңе істемейтінбіз. Әрине, ол біздің тілеушіміз, ақылшымыз. Маған білмегенді үйретті. Тұрмыс құрғанда не дегенмен көп нәрсе қолымнан келмеді. Ризашылығымның белгісі болсын деп мерекелерде сыйлық жасауды ұмытпадым. Ұрсып сөйлесе де үндемедім. Бірде бұл сыйлықтарды баламның ақшасын алдың дегенде болатын. Ал мен болсам, бәріне жолдасым үшін шыдадым. Аяғым ауыр кезде киім симай жеңіл кеудеше алмақшы болдым. Ержан ақша берді. Ойда жоқта жұмыс жақтағы дүкеннен көре сала ұнатып, сол куртканы сатып алып, бірден киіп алдым. Оны көрген енем, Айдар екеумізге неге менің рұқсатымсыз киім аласыңдар деп айғай шығарды. Өзім айы күніме жетіп отырмын. Жеңіл киім кигім келді. Мен кінәлімін деп сорам шығып жыладым. Бірақ өзім жақында өмірге келетін, немересімен алданып бәрі ұмытылатын шығар деп ойлап жүрдім. Арамызда осындай түсініспеушіліктер ұлғая түсті. Көптен күткен күн де жетіп, өмірге шекесі торсықтай ұла келдім. Енем өзі қалжалады. Шілдехана тойы тойланды. Балапанымды денсаулығыма байланысты бар жоғы 3 ай еміздім. Одан кейін қызым етімнің жоғарылауына байланысты ұсыныс келіп, енемнің рұқсатымен 5 айдан соң жұмысқа шықтым. Енем баламды бауырына басты, өздерінің қасына алып жатты, бізге өзінің көзінше еркелетуге тыйым салды. Әрине, біз үндемедік. Мен балапанымды төркініме апарайын десем, 2 сағаттан артық уақытқа жібермейтін. Жолдасым, балам үшеуміз қыдырсақ болды хабарласып, тез қайтыңдар, бұл үйдің келіні қайда? Кешкі асты дайындасын деп шақырып алатын. Мен енемді ешкімге жамандамаймын. Ол не айтса да, не істесе де, бізді жақсы болсын деп істейтін болар. Немесе біз дұрыс түсінбейтін болармыз. Білмеймін, ол кісіні осы уақытқа дейін түсіне алар емеспіз. Бір күні үйдегі сондай кикілжіңнен шаршаған жолдасым жұмыстан соң үйге келмейтінін айтқанда жаман болдым. Бұлай жалғаса берсе, жағдайдың қиындайтынын түсіндім. Енеме барып, мама, менен қателік кетсе кешіріңіз. Ержан үшін, отбасымыз үшін тату болайықшы деп жалындым. Ал ол болса, келісімге келу үшін сен жұмысыңды таста да үйде отыр, бала бақ деді. Мен, мама, сіз өзіңіз рұқсат бердіңіз, жұмысымды тастағым келмейді деп өз дегенімнен қайтпадым. Ертесінде жұмысқа жиналып жатсам, 1 жасқа толмаған баламды қасыма әкеп тұр. Мә, өзің қара дейді. Мен бала күтуші, табам, шыдай тұрыңыз дегенім сол еді, бұл үйге бөтен адам кірмейді деді. Содан баламды күнде таңертең шешемнің үйіне апарам, кешке жұмыстан шыға салып, алып кетем, үйге әкелем. Келген соң тамақ, үй шаруасы сынды жұмыстарға жегіліп, жаным қатты қиналып жүрді. Өз әке-шешеме енем қазір ауырып жүр деп жасырдым. Жолдасым да мен де көңіл күйіміз жоқ. Үйде жүргенде енем сөйлеп қалса болды, тағы мен не істеп қойдым деп қорқатынды шығардым. Бір-бірімізге бұрынғыдай сөйлемейміз. Енем ұрыс шыққан күні бізбен шай ішпейді, шақырсаң келмейді. Бір күні жолдасым әкесіне, неге мамаға айтпайсыз, неге өзгеріп кетті деп жалынды, жылады. Бірақ нәтиже шықпады.
Бір сөзбен айтқанда енем өте бірбеткей, ешкімнің сөзін құлаққа ілмейді. Соңғы кездері мен де жолдасым да мамамызға жалақымызды бермей өзіміз жинадық. Азық-түлікті өзіміз әкеліп жүрдік, бірақ олай да жақпадым. Тапқан табысымызды банкке жинап жүрдік. Үй аламыз ба деген ой болатын. Оны біліп қойған енем, кіші балаға көлік алып беріңдер деді. Қарсылық білдірген маған, ол сенің баламның ақшасына таласатын кімсің ей деп ұрыс бастады. Ол ма, жаныма жара салған жағдай жиілей берді. Анам сыйға тартқан домбыраны қонақ бөлмеге іліп қойғам. Бір күні келсем домбыра жоқ. Сұрасам енем қоқысқа лақтырып жібердім. Артық зат тұрғанын қаламаймын. Мүмкін дуаланған шығар дегенде біреу кеп кеудеме пышақ сұққандай болдым. Мен ол кісіге не істедім? Неге бір-бірімізді түсінбейміз? Басымдағы бұл жағдайдан анамның еш хабары болмады. Ішке боққан ауру сыр бере бастады. Жүйкем ауырып, ұйқы қашты. Дәрі ішіп қана көзілетін болдым. Әбден енеме деген сыйластығым қалмай бара жатқандай болды. Сенің арманың бөлек шығу деп миымды жеді. Егер олай болатын болса, мен алдында келмес едім ғой. Тіпті сүтте ұйыған жолдасым екеуміздің ара қатынасымыз шынай бастады. Ұрысатынды шығардық. Ержан жұмыстан келсе болды. Менің көзімше, балам мына қатынды көргім келмейді. Менің айтқаным тістемейді. Жұмысынан шықпады. Ал сен дуаланғансың. Бұрын мұндай емес едің. Егер әке-шеше бауыр керек десең, бұнан ажырас деді. Оны естіген мен де тістеніп, мен кетпеймін. Тек Ержан кет десе ғана кетемін бұл үйден. Мен ажырасу үшін тұрмысқа шыққаным жоқ дедім. Ызаланған енем, кет дегенде ит те кетеді деп үйдің кілтін сұрады. Ешкімге жалынбадым. Жолдасыма, мен саған ренжімеймін. Ата-анаңның қасында қалғың келсе қал. Мен баламды алып кетемін дедім. Ержан болса, анасына, бұл менің де үйім. Мама, неге өзіңді ғана ойлайсың? Мені немереңді неге ойламайсың деп айқайлап жылады да. Кет десең кетеді деп ашуланып, Ержан түн ортасында баланың заттарын, ойыншықтарын түгел шығарып тастады. Осылайша мен ешкімнің жүрегін ауыртпайын деп, түн ортасында пәтерде тұратын құрбымның үйіне келдім. Ертесінде жолдасым артымыздан келіп, өзіміз пәтерге шықтық. Алғашында қиналдық, бірақ кейіннен үйреніп те кеттік. Міне қазір бөлек кеткенімізге 2 жылдай болып қалды. Ақша жинап үлкен үй салуды бастадық. Енем екеуміз әлі де көріспейміз, сөйлеспейміз. Жолдасым балам екеуі барып тұрады. Қайындарым бізге келіп тұрады. Мен жақында 2-ші рет ана тандым. Өмірге ұлыма серіктес ола келдім. Бірақ немересін көруге енем келмеді. Жаңа босанып келгенде, немересі ғой келіп қалар деп күнде күттім. Десе де 4 айдан аса уақыт өтті. Жолдасыма, анаңа хабарлас, барып жаңа туған немересін көрсетейік дегенімде, келмеңдер деп жауап қатыпты. 2 балам, жолдасым қасымда, бақыттымын. Аллаға шүкір. Бірақ балаларымның тілі шығып келеді. Бір күні, неге апам екеуің сөйлеспейсіңдер десе, не деп жауап берерімді білмеймін. Енеме еш ренішім де жоқ. Өзімнен де кінә іздеймін. Келін болып түскенде, анам маған қызы жоқ екен, қызындай көрер, анаңдай болар деген еді. Әттең. Соңы.